Ассаламу алейкум ағайын. Келесі сұрақтарға жауап береміз. Қазіргі сұрақтарымыз ол жол сызықтар. Бірінші сұрақ: мына көрсетілген вертикалды сызықтар нені білдіреді дейді. Мынау тұрған көпірдің аяқтары, бұл деген бізге өте қауіпті болуы мүмкін. Қауіптілікті көрсетіп тұр. Яғни мына жақтан мынау тұрған үшбұрыш сияқты да, яғни мына жерден өтуіміз керек. Мына жақ болса мына жерден. То есть осы екі арамен өту керек деген сөз. Мына жақпен жүруге болмайды, немесе мына жақпен жүруге болмайды. Яғни бұл қауіпті жер деп түсініп тұр да. Мына жерде айтып тұр. Ғимараттардың қауіпті екенін көліктер үшін дейді. Представляющий опасность дейді. Яғни қауіпті болғандықтан соны ескертеді. Бұл енді түн ішінде келеткен кезде бізге қауіпті болуы мүмкін. Алыстан енді көрмейміз ғой. Мынаны жалпы көпірді көрмеуіміз мүмкін. Бұл енді краскамен жағына бояу емес, ол деген кәдімгідей жарқырап көрініп тұратын бояу. Сондықтан бұл жерде жауапты 3 деп қоятын боламыз. Кеттік ары қарай. Келесі: мына көлікті озуға бола ма дейді. Көпшілігіңіз білесіздер, мына сызықты басуға болмайды, сондықтан болмайды деп жауап береміз. Келесі сұрақ: қай бағытта жүруге болады осы жолақпен? Біз енді мына жолақпен келетқаннан кейін мына жерде тек солға деп тұр, және бағдаршамда сол жақ бағыт жанып тұр. Сондықтан біз солға бұрыламыз және кері айланамыз. Екі бағытта жүрсек болады екен. Солға және кері деген жауап табамыз. Мынау. Келесі сұрақ: мынандай жағдайда басып озуға бола ма? Әрине біз жақтан үзілмеген сызық болғандықтан біз оза алмаймыз. Болмайды деп жауап береміз. Келесі сұрақ: мына көпірдің үстіне адамды түсіріп үшін тоқтауға бола ма дейді. Егер көпірдің шет жағында сары сызық тұрса, яғни ол тоқтауға болмайды деген сөз. Сондықтан жауап береміз болмайды деп. Егер дәл осы жерде мына сызық жоқ болса, сары сызық, онда тоқтай беретін едік. Себебі мына жерде бір бағытта 3 жолақ бар екен. Бірақ 3 жолақ болғанымен мына жерде сары сызық болмайды деп тұр. Енді мына жерде түсінген шығармыз. Біз жақтан үзілген сызық болғандықтан біз басып озуымызға болады екен. Мына жолдың шетіндегі қоршау нені білдіреді дейді. Егер мына жерде ақ қоршаудың ортасында қара сызық болса, яғни бұл басқа жолдарды дейді. Басқа жолдар деген яғни бұрылыс емес, жаңағы өрге қарай еңіске түсетін жер емес. Яғни өрге шығатын, түсетін жерлер немесе бұрылыстар, олар қауіпті жерге жатады. Қауіпті жерлерде мынау қара ақ болып кезектесіп кетеді. Ана жерде бір қалыпты қара сызық, яғни бұл басқа жерлерде деп қоямыз. Басқа жерлерде деген по другим участкам деп тұр, яғни басқа жерлерде. Көбінесе түзу жолдарда, көпірлердің үстінде осындай болады. Мына жер не дейді? Мына сызықты басуға бола ма дейді. Немесе осы жерден кері айлануға бола ма дейді. Әрине бұл біз жақтан үзік сызық болғаннан кейін болады деп жауап береміз. Бірақ мына жерде айтып тұр, болмайды егер мына ені аз болса дейді. Егер ондай кезде біз не істейміз? Жолдың шетінде тоқтап тұрамыз да, бүйтіп шетіне қарай айланамыз. Бірақ мына жерде енді біз жалпы сұрақ қойып тұр, бола ма дейді, яғни болады. Мына үшбұрыш асфальт жазылған нені білдіреді? Яғни алдымызда біз көрінбей тұрған жерде жол бер деген жол сызығы бар, немесе жол белгісі бар, үшбұрыш, немесе кішкентай асфальт жазылған бірнеше үшбұрыштар бар. Яғни біз жақындап қалғанымыз сол жерге көрсетіп тұр. Яғни мұны жақындап қалды деп айтып тұр. Мына жерде кері айлануға бола ма дейді. Әрине біз білеміз, бұл жерден болмайды екенін. Мына жерге адам түсіріп кетуге бола ма дейді. Мына үзілген сызық ол
тұруға болмайды деген сөз. Тұруға болмайды, бірақ тоқтауға болады. Енді адамды отырғызу, адамды түсіру ол тұру емес, ол тоқтауға жатады, сондықтан болады деп айтамыз. Қай жерге кеп тоқтаймыз, жол беру керек болса? Мына үлкен біз айтқанбыз, бұл деген ескерту ретінде алдын ала ескертіп жатыр, біз жақындап қалдық дейді. Ал енді мынау болса, осы жерден жол бер деген сөз. Яғни біз жүріп келе жатқанда екінші белгіге барып тоқтаймыз, тоқтау керек болса. Второго деген, второй походу дейді, значит мынау. Қай жерде тоқтауға болады? Мына белгіні біз білеміз, тоқтауға болмайды. Астындағы сары сызық нені білдіреді? Осы белгінің аймағын көрсетеді. Яғни осы аймақта тоқтауға болмайды. Яғни мынау жерлерде болады деген сөз. Болады 1 және 3. 1 және 3. Так, мына жерде тұруға бола ма дейді. Өзі сызықтың өзі тұруға болмайды деп тұр. Бірақ дәл осы жерге тұруға болмайды деп айтамыз. Мына белгі нені білдіреді? Бұл белгі көпірдің астын көрсетіп тұра, ең төменгі шетін көпірдің көрсетіп тұра, яғни бұл қауіпті деген сөз. Егер көлік жүргізуші бұдан заты биік болса, әрине бұл жерден өте алмайды, соған алыстан көріну үшін белгі тұра, яғни көпірдің астыңғы жағы деген сөз. Ол мынау айтып тұр, мінекей көпірдің төменгі шеті деп айтып тұр. Бұл жерде кері бұрылуға бола ма дейді. Әрине болмайды, өйткені үзілмеген сызық. Келесі сұрақ. Мына жерде айланып өтуге бола ма? Екі сызықты ешқашан басуымызға болмайды. Алайда полиция қызметкері рұқсат берсе, сол кезде ғана басып айланып өтеміз. Дәл қазір бұл жерде болмайды. Өйткені бізге қарап тұрған жоқ, сондықтан болмайды. Мына ұзын штрихтар нені білдіреді дейді. Мына жерде қысқа болып келгенде, мына жерде ұзын болып кеткен. Яғни біздің осы үзілмеген сызығымыз ары қарай, то есть үзілген сызығымыз ары қарай үзілмегенге айланып кетеді, яғни сплошнойға айланып кетеді деген сөз ары қарай. Соны ескертіп тұр. Мінекей айтып тұр, сплошной сызыққа жақындап қалғанымызды ескертіп тұр дейді. Мына бордюрлер нені білдіреді дейді. Бұл бордюрлерді біз вертикалға жатамыз, вертикалда жаңа сызықтарға жатамыз. Ол кезілген ақ-қара болып салынған сурет біз үшін қауіпті деп түсінеміз. Яғни жүріп кеткен кезде қауіптенеді, дөңгелекке қауіптенеді, соғып қалуымыз мүмкін. Сондықтан бұл жерде не жерде айтады, неке қауіпті бордюр деп тұрды, яғни қауіпті бордюр деп түсінеміз. Ол түн ішінде бізге байқалады. Күндіз енді көретін шығармыз, түн ішінде байқамай қалуымыз мүмкін, сондықтан қара ақ сызықтар сол себепті екен. Қандай траекториямен кері айлануға болады дейді. Мына жерде мынау реверсивті жолақ, мына жерде жасыл бағдаршам жанып тұр. Яғни бұл жолаққа шығуға болады, бірақ кері айлануға бола ма дейді. Осы қайсы дұрыс дейді. Екеуі де дұрыс емес. Біріншіден біз кері айланған кезде міндетті түрде ең шеткі сол жақ жолақтан айлануымыз керек, кері айлану үшін. Ал енді мына жағдайда мынау екі үзілген сызық, екі үзілген сызық. Бұлар не деп аталады? Реверсивті жолақ дейді. Реверсивті жолаққа кіруге болады ең алғашқы сызықтан. Яғни мына жасыл жанып тұрса, мына жерде құлпы ашылды деген сөз. Ішіне кіреміз. Ал ең шеткі сызық ол әрқашан жабық біз үшін. Ол ашылса ар жақтан ғана ашылады, бер жақтан ашылмайды. Яғни мына есік, мына тұрған есік деп айтсақ, есік ол бер жақтан кіруге рұқсат береді, егер жасыл жанып тұрса, егер қызыл жанып тұрса, немесе өшіп тұрса, онда мынау ашылмайды. Шығып кетуге әрқашан болады. То есть осымен ортасымен жүріп келсек, шығып кетуіміз әрқашан болады. Бірақ кіруге болмайды. Енді мәселе бұл жерде оны айтып тұрған жоқ, кері айлануға бола ма дейді. Қайсысы дұрыс дейді. Екеуі дұрыс емес. Себебі айттым, мынау шеттегі сызық әрқашан үзілмеген сызық. Яғни біз
мүлде кері айланамаймыз. Егер кері айланғымыз келсе, алғашқы жол қиылысына дейін жетеміз, жол қиылысында ғана кері айланамыз. Егер жол қиылысында мына светофор өшіп тұрса, немесе мына жерде X жанып тұрса, онда мына жерден айланамыз, бірден. Егер жасыл жанып тұрса, онда 2-ке шығып 2-ден айланамыз. Өйткені ереже бойынша біз ең соңғы жолақтан айлануымыз керек, кері айлану үшін. Бірақ мынау жол қиылысы жоқ жерде кері айлануға болмайды. Реверсивті жолақ болған кезде. Тағы қайталап айтамын, ең шеткі жолақ біз үшін әрқашан жабық, үзілмеген, оны басуымызға болмайды. Сондықтан екеуі де болмайды деп жауап береміз. Көпірдің үстінде мүлде тұруға болмайды. Тоқтауға болады әрине, бірақ тұруға болмайды. Қай траекториямен айланып өтуге болады дейді. Егер біздің ортамызда бір сызық болса, мынау енді екінші жолақ қой, бірінші жолақ, мынау екінші жолақ. Екінші жолақ арқылы айланып өтуге болады екен. Егер алдымызда кедергі болса. Кедергі деген не ол? Кедергі деген қозғалмайтын мүлік. Мынау енді сынып тұрған машина или апатқа түсіп қалған ба? Қозғалмайтын мүлігі. Аварикалар жанып тұр, белгі қойып қойыпты үшбұрыш. Яғни біз айланып өткенде сол жағымен айланып өтеміз. Негізі мына жолдың шетімен топырақпен жүруге болмайды. Бұл жаққа тоқтауға ғана болады. Бірақ жүруге болмайды. Сондықтан біз айланып өткен кезде сызыққа қарамаймыз. Сызықты басып айланып өте береміз. Бірақ бір айтатын бірақ дедік, бұл егер екінші жолақ болса. Екі ақ жолақты жолда бір сызық сызылады. Егер одан артық жолақтар болса, 4, 6, онда мына жерге екі сызық сызылады. Екі сызық бар жерлерде онда полицияның рұқсатынсыз басуға болмайды. Сондықтан мына жерде біз бірінші траекторияны таңдасақ болады екен. Мынау нені білдіреді? Бұл деген бұрылыстарда екі жолақтан бірдей бұрылға болатындай болса, онда мынандай сызықтар сызып қояды. Бұл деген яғни коридор деп айтамыз, не болмаса жаңа көліктерге көрсетілген траектория. Егер екі жолақтан да екі автомобиль бір уақытта солға бұрылып жатса, екеуінің арасында не ол түсініспеушілік болмау үшін әрқайсысы өзінің коридорымен былай жүреді. Әрқайсысы өзінің коридорымен жүрген кезде мына жерде ешқандай проблема болмайды. Сондықтан бұны біз не деп атаймыз? Нақты жол қиылысының ішіндегі шекарамен қозғалу деп аталады. Не жазып тұр? Не? Граница полос движения в пределах перекрестка дейді. Яғни жол қиылысының ішіндегі қозғалыс шекарасы дейді. Яғни екі көліктің арасында шекара бар деген сөз. Бір-біріне тиіп кетпеу үшін. Мына вертикалды сызық нені білдіреді дейді. Жаңа ғана біз айтқанбыз, қоршауда егер қара болып кетіп тұрса, яғни бұл қауіпті бұрылыс немесе еңіске түсетін жолдар деп айтамыз. Бір жазып тұр мінекей. Егер радиусы, бұрылыстың радиусы кішкентай болса дейді. Яғни өте қауіпті болғандықтан бұл кішкентай болады. Яғни осыны айтамыз. Мына көліктердің қайсысы жол ережесін бұзып тұр? Әрине сары көлігі, өйткені оның алдында үзілмеген сызық. Мына белгі нені білдіреді дейді. Мына доға сияқты сызылған сызық, ол деген біздің жолағымыз біраздан кейін кішірейіп кетеді. Яғни біз мына жаққа ауысуымыз керек деген сөз. Мына жерде солға қарай бұрыл деп айтып тұрған жоқ бұл. Суретті әдейі сөйтіп қуыс деп қойған ғой. Мына жақта бұрылып кеткеннен кейін ағаштардың тұсында шамамен мына жолақ жоғалып кетеді. Яғни біздің жолағымыз жіңішкереді деген сөз ғой. Мына жаққа қарай ауысып кетеді деп соны ескертіп тұр. Мінекей айтып тұр. Мына жерде оңға қарай кетуін сұраймыз дейді, өйткені сіздің жолағыңыз азаяды дейді. Яғни жоғалады, осы жердегі жолағымыз тоқтайды, бітеді деген сөз, оңға қарай кету керек енді. Так, мына жерде мына үзілген сызықта кері айланса бола ма дейді. Әрине болады, сызықты басуға болады, яғни болады екен. Және біздің соңғы сұрағымыз мына жерде мына сары сызық нені білдіреді дейді. Бұл сары сызық
бәріміз көшеде көріп жүрміз, автобус немесе жаңа троллейбус, яғни маршруттық көлік құралдарының аялдамасы. Және одан қоса бұл жерде таксилердің де тұрағы деп аталады. Осыны ұмытпауымыз керек. Таксилердің тұрағы. Сондай жауап болу керек мына жерде. Мінекей айтып тұр. Автобус жаңағы маршруттық көлік құралдарының аялдамасы және таксидің тұрағы деп тұр. Яғни жауап 3. Осымен қош сау болып тұрыңыздар. Бұл соңғы жауабымыз болатын. Келесі кездескенше.